Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі болып шығатын қазіргі таңның хит рецепттерінің бірі жүрекше пирогының рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Пирог осындай өте әдемі болып шығады. Ортасы толықтай пісіп, басылып қалмайды. Осындай үлпілдек, нәзік болып тұрады. Жүрекшелерінің барлығы осындай әдемі, жақсы болып көрінеді. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаға қантты қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қант жан-жаққа шашырап кетпеу үшін алдымен миксерді қоспай араластырып, кейін минут сайын жылдамдығын көбейте отыра, жұмыртқалы массамыз ұлғайып, ағарғанға дейін миксерлейміз. Сүт және күнбағыс майын құйып, тағы да бірнеше минут миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп жұмыртқалы массаға саламыз және қопсытқыш қосамыз. Тағы да барлығын миксерлейміз. Қамыр жақсы көтерілу үшін ұнды міндетті түрде електен өткізіп, оны бірнеше бөлікке бөліп қосуға кеңес етемін. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз өте жақсы болып көтеріліп шығады. Енді ұнның қалған бөлігін салып, тағы да барлығын ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, миксерлеп араластырып шығамыз. Ал ұнды бірден салып жіберетін болсаңыздар және електен өткізбеген болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз басылып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады. Енді осы қамырымыздан шамамен 1-2 ас қасығын алып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Бұл бізде қазір қамырымыздың бетіне жағылатын жүрекшелеріміздің формаларын жасау үшін қажет болады. Енді осы қамырды шетке алып қоямыз. Алдын ала пергамент қағазы төселген қажетті формамызды алып, осы формамыздың ішіне қамырымызды жайғастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметрді құрайды. Қамыр біркелкі болып көтеріліп пісу үшін оны осылай форманың ішінде кішкене шайқап аламыз. Жаңағы бөліп алған кішкене қамырымызға осындай арнайы тамаққа арналған гелевый бояғышты қолданамыз. Мен осындай қызыл түсін қолданамын. Бір тамшысы бізге жеткілікті. Жақсылап араластырып аламыз. Егер бояғышты қолданғыларыңыз келмесе, онда какаомен алмастырсаңыздар да болады. Енді осы бояп алған қамырымызды қамырдың үстіне осындай арнайы кондитерлік пипеткаменен алып, жаңағы формамызға орналасқан қамырымыздың бетіне видеода көрсетілгендей етіп, бір-бір тамшыдан осылай салып шығамыз. Немесе осындай бір реттік қолданылатын медициналық осындай шприцті қолдансаңыздар да болады. Өте ыңғайлы. Оны да осылай қамырымызды ішіне толтырып алғаннан кейін жаңағы таза қамырымыздың үстіне осылай бір тамшыдан орналастырып шығамыз. Әрине, бұлай жағу міндетті емес, мен сіздерге тек қана жағу тәсілдерін көрсетіп жатырмын. Сіздер қарапайым үйдегі шай қасықтың көмегімен осындай нүктелерді жасай аласыздар. Енді жүрекше жасау үшін бізге осындай ағаш таяқша қажет. Ағаш таяқшаны алып, кез келген қызыл нүктеден бастап, видеода көрсетілгендей етіп, ақырындап таяқшамен жүріп шығамыз. Сол кезде жүрекше формасы пайда болады. Өте әдемі әрі тез дайын болады. Қамырға жүрекшелерді сызып жатқан уақытта пешімізді алдын ала 160-180 градус аралығына қойып, қатты етіп қыздырып, шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Біздің пирогымыз осындай әдемі болып пісіп шығады. Оның піскенін тағы да ағаш таяқшамен тексереміз. Ағаш таяқшаны осылай тыққан кезде ол құрғақ болып шығуы керек. Біздің пирогымызды толығыменен суытып, формадан босатамыз. Формадан босатқанда сынып кетпеу үшін алдымен пышақпенен босатып, кейін осылай форманы алып тастаймыз. Пергамент қағазынан да өте оңай әрі жеңіл алынады. Өзімізге ыңғайлы ыдысымызға пирогты жайғастырып, қонақтарымызға ұсына берсек болады.
көріп тұрғандарыңызда жүрекшелеріміздің барлығы қызарып, өзінің түсін жоғалтпаған, өте керемет, әдемі әрі ерекше болып көрінеді. Дәмі сондай дәмді. Бастысы кез келген ас үйден табылатын қарапайым, қолжетімді ингредиенттерден дайындалып, санаулы минуттар ішінде ғана дайын болады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео сіздерге пайдалы болса, ұнаса, міндетті түрде лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны да баса кетіңіздер. Мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде жаңа сенімді видео рецепттерменен бөлісіп отырамын. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.